Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары және әріптестер. Антикор Лайв жобасы аясында мен Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінің директоры Нұрекенова Нұргүл Жақсылыққызы ұжымда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру бойынша атқарылып жатқан жұмыстармен тікелей эфир негізінде есебімді баяндаймын. ЮКМЗ акционерлік қоғамының құрылтайшылығымен ашылған Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжі 10 жылдан астам уақыт техникалық және кәсіптік білім беру саласында мамандар даярлауда. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасыменен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, өскелең жас ұрпақтың бойында адалдық құндылықтарын қалыптастыру мақсатында жоспарлы іс-шаралар өз деңгейінде ұйымдастырылып жүргізілуде. Оқу ордамызда адалдық, парасаттылық, әділдік, сенім сынды 4 негізгі құндылық басшылыққа алынады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жоспарына сай 2020 жылы мамыр айында түсірілген жалпы республикалық адалдықты мұра еткен ұлы абай тақырыбындағы адалдық сағаты колледж оқытушылары менен оқушыларына тегіс түсіндіріліп, алдау қоспай, адал еңбегін сатқан, қолы өнерлі қазақтың әулиесі сол деген Хакім Абайдың өнегелі ойы адал еңбектенуді, тәлім тәрбиені, терең білімді бойына сіңірген жандар үшін жеке басының моральдық тұлғасы болып қалыптасатындығын көрсете білді. Дәл осы игі бастама биылғы 2020-21 оқу жылында да жалғасын таба отырып, агенттік тарапынан түсірілген барлық адалдық сағаттары колледж ұжымымен тегіс көрсетіліп, таныстырылды. Айта кететін болсақ, Ахмет Байтұрсынұлы адамдық пен білім диханшысы, Мұқағали мәңгілік ғұмыр, Ыбырай Алтынсарин ұлы дала ағартушысы тақырыбындағы адалдық сағаттары. Колледжімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастауыменен 2018 жылдан бері Қазақстанда патриоттық және бәсекеге қабілетті жастардың өмірлік ұстанымын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықтан арылту миссиясымен жасақталған саналы ұрпақ кеңсесі, егоп азаматтарға қызмет көрсету орталығы, адалдық дүкені, жас сарбаз ұйымдары, ал 2019 жылдан бастап жастар арасында адамгершілік қасиетті, адалдық пен мәдениеттілікті, ізгілік пен имандылықты, парасатты да зиятты тұлғаның мінез-құлқының үлгісін қалыптастыру және жаңа формациядағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалыстың адал да жас өкілдерін дайындау мақсатында парасаттылық мектебі, ізгілік елшілері, қоғамдық және әлеуметтік ұйымдары іске қосылды. Адамзат баласының коронавирустық инфекция атты кеңінен белең алған жаһандық проблемамен алғаш рет бетпе-бет жүздесіп отырған дәл қазіргідей сәтте әлемдік, оның ішінде Қазақстанның да білім беру жүйесіне айрықша мән берілуі түсінікті жайт. Өткен жылда сөздік қорымызға етене енген қашықтан білім беру жүйесіне де дағдыланып, Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінде онлайн форматта білім беру үшін Платонс платформасы таңдап алынды. Сонымен қатар қазіргі күнге дейін білім, тәрбие бағытындағы барлық жұмыстар оқу ордамыздың ресми сайтымен және әлеуметтік желілер арқылы жүргізілуде. 2020-21 оқу жылында колледжіміздегі барша ұйымның жұмыс жоспарлары түзіліп, онлайн түрде жалғасын тапты. Жоғарыда атап көрсеткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы құрылған жоба және ұйымдардың осы оқу жылында атқарылған іс-шараларын тізбектеп өтетін болсақ, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің 2020 жылға арналған жоспарына сай, саналы ұрпақ жобасы аясында техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары студенттерінің арасында адал бол тақырыбындағы үздік бейнеролик, облыстық байқауына және адал білім болашақ кепілі тақырыбындағы үздік эссе байқауына колледж білім алушылары белсене атсалысып, алғыс хаттармен марапатталды. Колледж студенттері арасында адал және сатылмайтын еңбек бейнесі сурет байқауы, сыбайлас жемқорлық туралы не білемін эссе байқауы онлайн форматта ұйымдастырылды. Парасаттылық мектебінің жоспарына сәйкес
колледжімізде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу тақырыбында Сайрам аудандық полиция басқармасының діни экстремизмге қарсы іс-қимыл тобының маманы, Сайрам аудандық мешітінің имамы мен бірінші курс студенттері арасында кездесу ұйымдастырылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл әрбір азаматтың міндеті тақырыбындағы парасаттылық мектебі мен саналы ұрпақ ұйымдары мүшелерімен онлайн түрде сұхбат жүргізілді. Іс-шара барысында студенттер тақырып негізінде өз ойларымен бөлісіп, қажетті мәліметтермен таныс болды. Әлеуметтік желілерге сұхбаттың барысы жарияланып отырды. Бір пара, екі қылмыскер тақырыбында бірінші және екінші курс студенттерімен дөңгелек үстел ұйымдастырылып, студенттердің пара деп аталатын ғаламдық індет жайлы ойлары ортаға салынды. Мемлекеттік қызмет елдің мүддесіне адал еңбек тақырыбында онлайн түрде колледж студенттерімен шығарма байқауы ұйымдастырылып, білім алушылардың мемлекет қызмет жайлы ақпараттар негізінде ойлау қабілеттері шыңдалды. Түркістан адалдық алаңы жобалық кеңсесі мен антикор сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің колледж студенттеріне арналған сауалнамасы барша білім алушылардың тапсыруы қадағаланып, есебі өткізілді. Емтихан тапсыру барысында барлық топтарға таза сессиясы акциясы аясында түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, қадағаланып отырады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру аясында сыбайлас жемқорлықтың жағдайы туралы студенттердің өз ойын сараптаудың маңызы зор. Осыған орай парасаттылық мектебі мен саналы ұрпақ ұйымдары үнемі колледждің барша студенттерімен байланыста бола отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет бойынша сауалнамалар жүргізеді. Жылағанды жұбату, көмекке мұқтаж жанға қол ұшын созу, түрлі қиындыққа тап болған жандарға қол ұшын созсам дейтін қайырымды жандарды бір арнаға тоғыстыру мақсатында колледжімізде бой көтерген ізгілік елшілері ұйымына аз ғана уақыт ішінде өз еркімен қосылғысы келетін талабы зор студенттер саны артуда. Ізгілікті ту еткен ұйым дәстүрлі түрде Сайрам ауданындағы зейнеткер, жалғыз басты қариялардың үйіне барып, дала жұмыстарына қолғабыс көрсетті. Ізгіліктің бастауы ұстазымнан деген ұранменен колледж оқытушыларын елде орнаған жағдайға байланысты онлайн форматта құттықтау сөздерінен флешмобтар ұйымдастырылды. Алғыс айту мерекесі қарсаңында еріктілерден құралған бірнеше топ Ақсу ауыл тұрғындарымен сұхбат жүргізіп, алғысын білдіргісі келетін жандарына әлеуметтік желілерден көмегіменен ыстық лебіздерін жеткізуге қолғабыс көрсетті. Сонымен қатар Ақсу ауылының орталығына шығып, ауыл тұрғындарына тегін бетперде таратып, карантин шараларын сақтауға үгіт жұмыстарын жүргізді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін тойлаудың 10 күндік тұжырымдамасын іске асыру мақсатында әр күннің маңыздылығын ескере отырып, колледжімізде игіліктің бастауы ретінде ұлық мерекеде Наурызтал акциясымен ағаш отырғызылып, аудандық және колледжшілік тазалық жұмыстарына белсене атсалысты. Ұлттық салт дәстүріміз, мәдениетімізді, салауатты өмір салтын насихаттайтын іс-шаралар өткізілді. Аталған іс-шаралардың барлығын колледждің әлеуметтік желілерінде жариялануда. Әрине, бұл тек уақыт аралығында атқарылған жұмыстардың негізгілері ғана. Біз әрмен қарай да жоспарлы түрде саналы ұрпақ тәрбиелеу бағытында аянбай еңбек етеміз. Себебі ұрпақ тәрбиесі, келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени, ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу ең алдымен ата-анаға және білім саласындағы ұстаздар қауымына түсетіні баршамызға белгілі. Білім саласындағы алтын үштік саналатын ата-ана, оқушы, ұстаздың арасындағы береке бірлігіміз артып, болашақ жұмыстарымыз табысты болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.